Сәби дүние есігін ашқан сәттен бастап қазақтың сан түрлі салт дәстүр, жөн жоралғылары басталады. Соның бірі салтымызда кездесетін қалжа деген ұғым. Қалжа деген не? Қалжа босанған келінге арнап байланған ғой. Дүниеге сәби әкелу оңай емес. Әйелдің бар күш-қуаты азайып, әлсіреп қалады. Сондықтан қазақ халқы жас ананы ерекше күтімге алған. Жас босанған әйелдің тісі әлсіз болады, түсіп қалуы мүмкін деп суық ас жегізбеген. 40 күн бойы қалжаның етін жегізіп, сорпасын ішкізген. Жақсы қалжалаған келіннің сүйектері қақсамай, тістері түспей, күш-қуатын жинап, 6 күннің ішінде үй тіршілігіне араласып кеткен. Қалжа келіншектің күйеуінің мойнындағы міндеті саналғанымен, оны келіннің төркіні де әкеледі. Қалжаның күнделікті жейтін еттен басты айырмашылығы ол жас босанған ана мен баланың сыбағасы. Қалжа жеген ананың сүті де нәрлі, құнарлы әрі жеткілікті болады. Сәбидің де ананың да ұйқысы жақсарады. Бірінші күні келін қалжаға сойылған қойдың 6 буыннан тұратын мойын омыртқасын тісін тигізбей, қолымен мүжейді. Еттен тазарған жұлынды тік таяқшаға кигізіп, баланың мойны тез қатайсын деген ырыммен керегенің басына ілген. Кейбір өңірлерде қалжаны келін төркіндері әкелген. Сол секілді ағайын туыс, дос-жарандар да қарап қалмаған. Қалжасы үзілмесін деп қуанышқа қойын өңгеріп келеді екен. Өйткені бір әулетке ұрпақ сүйгізіп, айналасын қуантып отырған анаға арналған бұл дәстүрді жасау сауабы зор әрі абыройлы істелінген. Ана мен баланың былайғы жерде дені сау, көзі қара болуы қалжаға тікелей байланысты болған. Бүкіл мүшесі салдырап жатқан әйел күнде күйлі қойдың жас сорпасын ішіп, етін жеген сайын күш-қуаты қалпына келіп, белі бекиді. Кездейсоқ кезігетін түрлі ауру сырқауға қарсылық қуаты артады. Сүті нәрленіп, құнарланып балаға жұғымды әсерін береді. Сәби күн санап ет алып, ширай түседі. Әйелдің денесіндегі ұйыған, қатқан қан, артық тұз секілділер термен шығып, бойы тазарады, көңілі сергиді, өңі ашылып, ажарланады. Қазір жас келінге жаңа сойылған қойдың етін 40 күн жегізіп, ыстық сорпа ішкізетін отбасылар некен саяқ. Қазіргі қалжа бір күндік тоймен шектеледі десек артық айтқандық емес. Келіннің төркін әкелген еркек қойды сойып, әйелдер жағын қалжа тойға шақырады. Бұған қоса келіннің туған туыстары құр қол келмей, қалта жасап әкеледі. Қалжа тойда берілетін бата. Алдыңа келген ас екен. Астың аты қалжа екен. Шілде теріңді шығарар. Ұлықпан тапқан дәрі екен. Ер марқаяр олжадан. Қатын ұлғаяр қалжадан. Ақсарбас қойдың еті бұл. Ішіп ал қалжа сорпадан. Дәмді болсын асыңыз. Аманда болсын басыңыз. Қошқардай ұлдар туа бер. Ғұмырлы болсын жасыңыз. Бақытты болсын баласы. Аманда болсын анасы. Білімді болып ер жетсін. Халықтың тақуадан асы. Қалжалы әйел олжалы. Олжалы әйел қормалы. Туғаныңды құттықтап, туыстар тұр, міне, әлі. Баланың бауы берік болсын. Өзіңе, өміріңе серік болсын. Маңдай бағы жарық болсын. Елі сүйіп, қарық болсын. Қалжадан балаға жете қонсын. Бастағы бағы өзгеден өте қонсын. Алладан тілеген бар тілек. Айналып басыңа төте қонсын. Бұған қоса, қазақ халқында қалжалы бала батыр, қалжасыз бала қалжыр, әйел қалжадан ұлғаяды, ер олжадан марқаяды, қалжасы жарасқан әйелден қанжардай ұл өседі, қалжасыз әйелден қаншырдай қатқан қыз өседі, қалжалы әйелден олжалы ұл өседі, қалжа түбі, олжа деген аталы сөздер бар. Енелер келініне қойдың етін ұсақтап турап, жас сорпамен терлеткен. Жақсы қалжалаған келіннің сүйектері қақсамай, тістері түспей, буындары жақсы, 6 күннің ішінде үй тіршілігіне араласып кеткен. Қалжаға сойылған қойдың 6 буыннан тұратын мойын омыртқасын бірінші күні келіннің өзіне тісін тигізбей, қолымен мүжіткен. Еттен тазарған жұлынды тік таяқшаға кигізіп, баланың мойны қатқанша керегенің басына ілген. Бұл баланың мойны тез қатайсын деген ырым. Қазіргі келіндер бұл ырымнан хабарсыз. Түсік тастау, бір баладан ары тумай, күтімсіздік әсері. Ашқарақ тамаққа өте сұғанақ жандарды көрсе, шешесі қалжаға тоймаған ғой деп әзілдескен ырым бар. Қалжаланған күтімі жақсы әйелдің сүті де тойымды әрі жеткілікті болады. Тоқ бала балпиып, тойған қоздай жақсы ұйықтайды. Анасының ұйқысы да жақсарады.
Халық аузымен ондайды індіні жарыған дейді. Індіні жарыған деген тоқмейіл, кеңпейіл, өмірде тапшылық көрмеген, сөз таластырмай, санаспай, өскенде жандағыларды жақсылығымен тартады. Індін халық аузынан алынған. Қазақ халқының ұрпақтан ұрпаққа ұласып келе жатқан ырымдары мен тиымдары, өзіндік мән мағынасы, терең салт дәстүрлері бар. Бүгінгі дейін желісі үзілмеген ырымдардың бірі де осы қалжа екенін білеміз. Ата-бабамыздан осы күнге жеткен бұл ырымды халық тұрмыс тіршілігінің бүгінгі көрінісінен де көруге болады. Қазақтың өте бір қасиетті ырымы келінге қалжа жегізу. Бұрынырақта кедейдің кедейі әйеліне қалжа жегізген. Тіпті бұған өзінің шамасы келмеген күнде ауқатты адамдар қалжасын әкеліп берген. Өйткені қалжа әкеп беруде сауабы үлкен іс болып саналған. Қалжаның күнделікті желінетін еттен айырмашылығы ол жас босанған ана мен баланың сыбағасы. Әрі құрметті ас саналады. Қалжа біріншіден дүниеге келген нәрестенің құрметіне арналса, екіншіден жас анаға дүниеге перзент әкелген үшін арнайы сойылатын болған. Күнде келінге сорпасын ішкізіп, етін жегізіп отырғандықтан, жас босанған ана өзінің жоғалтқан күш-қуатын осы қалжа арқылы қалпына келтіреді. Босанғаннан кейінгі күтімге қалжаның тигізер пайдасы ұшан теңіз. Қазіргі жігіттерді қайдам, бұрындары жігіттердің бірі ауырлау затты көтеруге әлі келмесе, немесе абайламай жығылып қалса, құрдастары келеке қылып, әй, немене сенің шешең қалжа жемеген бе? деп қағытқан. Кей жағдайда Құдайға шүкір, біздің де шешеміз қалжа жеген деп өзін-өзі көтермелеп, шамасы келмей жатқанын білдірмеуге тырысып баққан. Тілімізде жиі қолданылатын осы сөздің өзінде мән мағына жатыр. Қалжаны кей өңірлерде қыздың төркіні де әкеп жатады. Бірақ қалжа негізінен келіншектің күйеуінің мойнындағы міндет парызы болып есептеледі деген Зейнеп Ахметова апамыздың сөздеріне жүгінсек, ұлтымыздың керемет ырымы қалжаның орны ерекше.